Армысыздар, құрметті қалайық. Дөңгеленген дүние-ай деймін да. Анам айтатын еді. Адамға қарағанда тіке қарайтұғын бол. Көзің жыпылықтап, ойнап тұрмасын деп. Неге үйтіп айтады десем, ешкімнің ала жібін аттама деп тәрбиелеген ғой бәрімізді деп. Бетпе-бет кездесіп қалған кезде дүние дөңгелек, тау мен тау кездеспейді, адам мен адам кездеседі дейді ғой. Сол кезде ұялып қалма деген әңгімесі екен ғой анамның. Кібіртіктеп төмен қарап, қыбырлап жыбырлап қалма деп. Аллаға шүкір, сол берген анамның өсиетімен өмір сүріп келе жатырмын. Мен сол ауызға тиек етіп айтып жүрген адамдарды кездестіріп қалсам, өз басым ұялмайды екен. Олар ұялатындай іс істемеппін. Маруан тәтені де көрсем, Гүлмира Күлқараеваны көрсем де, ендігі жерде мына Жадыра Нұр деген алтын адамның чатында отырған, соны басқарып жүрген келіншекті көрсем де, тіке қарай алады екен көздеріне. Осы чатты ашып алады да, ой пікіріңді айтсаң, жақпаса болды, лақтыратын кешегі Гүлмира Күлқараеваң бүгінде керемет. Жүрегінің размері дейін ба, не дейін өзі, жүрегі кеңейіп, кеңінен тыныс алып, енді менің сол кездегі айтқан нәрселерімнің дұрыстығына көзі жетіп жатқандайды. Мен оған өз басым қуанамын. Өйткені адам деген тек өзім білем ғана деп шектеліп қалса, ол адамның бойында қызғаныш кетпейді. Қызғаныш, ренішті олай жеңу мүмкін емес. Адам араласқан сайын, адам көрген сайын, адамды таныған сайын жүрегі кеңейді. Неге біз кең даланы қыдыра бергіміз келді? Сол кездері аққұсыңқарлар осы кең даланы қыдырып келсек, бойымыз жеңілдеп, рахаттанып қаламыз. Неге? Өйткені кеңінен тыныс аламыз. Ал сен бір жерде отыра берсең, тықат боласың да. Үйде де мысал үшін өзара араласып қана отыра берсең, жүрегің алқымыңа келіп, бұлқынып, әйтеуір өзіңді жайсыз сезініп кетесің ғой. Сол кездері чатта отырған кезде ата жолдыға туралы ғана әңгіме айт, басқа әңгімені қозғама деген Гүлекең бүгінде мынадай жұмыстар атқарып жатыр. Енді әркімнің атқарған жұмысына баға беретін Құдай бар. Кейде біздер деп айтайын енді, ішің білсін алуай деп, әлуай деп, әркім өз іші сезу керек, не айтып, не қойып жатқанын. Өтірікті шынды Құдай ұрғандай қып кейде ұрып жіберсек, оған әркім өз жауап береді Құдай алдында. Енді осы адамдардың бәрімен де мен Құдайдың бірлігіндемін. Әркім өзінің қателігін сараптап біліп отыру керек деп түсінемін. Ол өз қателігін білмеген адам, оның көріпкелдігінен, оның үшінші көзінің ашылғанынан, оның киген киімінен өзіне де пайда жоқ, өзгеге де пайда жоқ. Әр адам өзінің қателігін біліп отыру керек. Осы Жанат Бақытқа барған кезде, сол жердегі Жанат Бақыттың тобындағы қыздары сұрақ қойды ғой. Осы апайдың сонда миссиясы не болды екен деп. Сонда мен миссиям не деп сұрамаппын да мен. Өйткені миссия туралы өзімнің жаңағы көзқарасым бар да. Соны қысқаша айта кеткенде, әр адам өзі адам болып келгеннен кейін адам болып қайту керек. Ол еден жуа ма, ол бір тақта отыра ма, ол
бір зәулім үйде отыра ма, жоқ жұпыны бір үйде отыра ма, әйтеуір пешенесіне жазған әр адам көріп жатады ғой. Барлық нәрсе 100% адамның қолында емес. Соған көзім жетті. Қандай өмір сүрсең де, бай өмір сүрсең де, кедей өмір сүрсең де, бар болсаң да, жоқ болсаң да, сенің миссияң адам болып келдің ба, адам болып қайту. Осылай түсінемін мен қысқаша. Енді сол кезде қыздар сұраған кезде айтылды маған, кітап тұр деп. Кітап. Енді оны да ойланып қоям. Бір жағынан түсінікті болып тұр, бір жағынан біз өзімізге берілген ақпаратты тікелей түсінеміз ғой. Оның жанама жақтарын түсініп жатпаймыз, оны ойланып жатпаймыз. Бұл өзі бір бөлек әңгіме. Ойлап қарасақ, әр адамның өмірі кітап қой. Біз туылғаннан осы өміріміз басталады. Қазір біз кітаптың ортасындамыз ба, несінші бетіндеміз, бір Құдай біледі. Бір күндері біздің кітабымыз жабылады. Мына сондаймыз ғой. Енді мына алтын адам чатын жүргізіп отырған адамдан мен өзім сұрандым, шыға тұрайын деп, сосын кіре тұрайын деп. Көп ақпаратты да адам қорыта білу керек қой. Осы алтын адам чатын жүргізуші келіншекке де риза болдым, оның батырлығына, қайсарлығына. Сондай алтын адамның туын көтеріп жүру үшін де бір адамға белгілі бір дәрежеде бір мінез керек қой. Сондай мінезді келіншектерге ризамын. Сөйтіп қолдау көрсетіп отырасың ғой чатында. Алғашқы кезде бәрі дұрыс болады, кейін әйтеуір бәрі ұрыс талас болып кетеді. Чат шүрт етіп, біреулер өзі шығып атады, біреулер өзі кетіп жатады, біреулерді өзі шығарып жатады. Сонда не болды деймін да. Біздің бойымызда сабырлылық, салмақтылық деген жоқ болып бара жатыр. Сосын біз пікір алмасуды әлі білмейміз. Чатқа кіргіздің ба, отырма, пәлен адам, әр адамның өзінің ойы бар. Әр адамның ойын салмақтылықпен, сабырлықпен тыңдауға болады ғой. Ал шындық ол пісіп кейін шығады. Сол кейінді біз күтіп тұрғымыз келмейді да. Сөйтіп тасылдатып шығарғанға ризамыз. Өзіміз бір жерден жеті қоян тапқандай боламыз. Ал шынтуайтқа келгенде ол өте бір әдемі іс емес қой. Әдемі іс емес. Сосын мен бұл келіншекке айттым, осы жақында болған әңгіме туралы. Осы Замира деген ханым бар екен, ол алтын адамның сүйегін жерге қайтару керек деп аян алыпты. Бұған қалай қарайсың деп өзіңнің көңіл күйіңді былай байқаш, шынымен солай болу керек шығар деп ой салғанда, бұл келіншек тағы тулады ғой. Сонда адам өзгермейді екен деймін да. Адам өзінің қателігін қаперіне алып отырған адам ғана өзгереді деп ойланам осыдан кейін. Ал өзін қателестім деп ойламайтын адам, тек қана менікі дұрыс деген адам, ол өзгермейді екен. Бұл сондай келіншек екен, өзгермепті. Сосын мен айттым ол кісіге айтарымды. Енді жусаннан биік бетегеден аласа боп сонша жұрт, ағайлар бар, апайлар бар, не бір оқымысты адамдар отыр чатта. Осы Жадыраның сондай мінезіне қарап үндемей отыра береді ғой. Осы сөйлесе бәлеге қалады, сөйлесе чаттан шығарып жібереді. Орысты жақтап сөйлесең тағы бәлеге қаласың. Сонда мен әйтеуір жақауратып олай-бұлай айтам оған. Орыс та өзіміз сияқты халық қой, орыстың да жақсы жағы бар, нашар жағы бар. Неге орыстың нашар жағын айтпайсың, ал өз халқыңның нашар жағын айтудан жалықпайсың? Дегенге келтірген кезде үндемей қалады. Ал енді біреу орыстарды айыптап шыққан кезде тап қарсы бас салады,
тышқан көрген мысықтай болып. Сондай бір біз қарап отырсам осы чатты ашқандар өздерін бір бастық санайды да, өзге адамдардың бәрін жастық санайды екен. Осылар мен айтқаныма көне беру керек, айдағаныма жүре беру керек деп. Егер айтқаны дұрыс болып жатса, күшті болып жатса, халықтың өзі ақ үндемей ере береді ғой. Халық деген қой сияқты дейді ғой. Бұл жерде енді кері қар пікірлер болады ғой, келіспеушілік болады. Сонда өз ойыңды айтсаң, оны жақтырмайды. Бұл дұрыс емес. Үйтіп чат ашқанша одан да тыныш жүрген жақсы емес пе? Бәрі сол чат ашқанның бәрі бастық болғысы келеді да, бір адам болғысы келмейді ғой. Сонда адамдық пен бастық болудың осы екі жағдайды қалыпты бірге алып жүруге болмай ма сонда? Адам болып жүріп бастық болуға болмай ма? Или бастық болып жүріп адам болуға болмай ма? Тек қана жаңа мен бастық болам деп астындағы тағынан ажырап қалатындай шырылдайды ғой. Оның тағына ешкім таласып та жатқан жоқ. Бар болғаны әр адам өзінің пікірін айтып, шыңдалғысы келеді. Өзінікі айтып отырған шындық па, шындыққа жанаса ма, жоқ әлде дұрыс емес пікір ме деп талқыға салады ғой чатта отырғанда. Сонда біз әлі пікір таласуды білмейміз. Өзге елді өліп тіріліп жақтаймыз, ақтаймыз, өз халқымызды тепкілегенді қоймаймыз. Аталы жолдықтарда айтатын еді ғой бастапқы кезде. Қазір енді қойды біраз. Орыстар келсе орданы көтерер еді деп. Енді сол орыс ішпей ма, жемей ма, орыстың сұрағы болмай ма? Сонда орысқа әруақ деп ата-бабамыз жауға шапқан дейсің да, ар жағында дәлел жоқ, басқа жоқ. Мен сұрап отырғаным түкті емес, олар дегенің ол күшті ғой, сұрақ бергіш, ізденгіш халық қой. Сонда не жауап бересің? Өзіңнің басың бірікпей жатып, өзіңді танымай жатып, не айтасың орысқа? Сол сияқты ғой мына жерде де. Орыстың бір кінәсін айтса, жадыраханым бас саласы ғой, бас салады. Орыс аспаннан түскен жоқ қой. Орыстың да жақсылығын айт, кемшілігін де айт. Тарих болған ба, болмаған ба? Тарихта қандай болған? Біздің көзіміз көрген жоқ қой, құлағымыз естіп, оқығанымызды айтамыз. Оның дұрыс бұрыстығын бір Алла біледі ғой. Сонда ауызбіршілікпен неге отырмаймыз деймін да. Ұрсып алып, кейін жарасса да болады ғой. Жарасуға жоқ екен. Тек ұрса беру керек болды. Ондай адам алысқа бара ма? Өздері тағы ауыр жүк арқалап алған өздеріне. Сөйтеді де өздері шырылдап, өздері айқайлап, өздері шала бүлінеді. Енді біз әрбіріміз кітаппыз. Сол кітабымызды былғап алмайық. Өзіміздің мінезімізді өзгерте алмасақ, онда өзгеге не айтамыз? Сол үшін де анам айтқаны бәрі дұрыс болып тұр ғой. Өзімді алсаң ал Құдай, пейілімді алма деп. Өзін жамандаған халық, өзін жамандаған мына топ басшылары қайда барар екен деймін да. Сол жаман болсақ жақсылап алсай, жаман болсақ жақсы қасиетімізді ашсай, сен топ ашқасын, мына топтың басында жүргесін, сол жамандарды лақтырып кете бересің ба? Сол жамандарға бір жақсылығыңды үйрете алмасаң, оларды соңынан ерте алмасаң, онда несіне көшбасшы болып, несіне топ ашып, несіне чат ашып отырсың айналайын-ау. Өзің шамаңа қарасай, біреу саған ауыр жүкті арқалатып қойған жоқ қой. Әркім өзінің шамасына қарай жүкті береді Құдай тағала дейді ғой.
құдаймен де санаспай ауыр жүкті әркім өзі арқалап алады да сосын әлі келмегеннен кейін оны өзгеден көре бере ма. Сол себепті мынау чат ашқан адамдар өздері ойлансын, не дұрыс не бұрыс деп. Кешегі күндері чат ашып алып, ойбай, сен тек осы жөнінде ғана әңгіме айт деген адамдарды көрдік қой. Көрдік. Енді адамға осы өмір сүріп жүргеннен кейін адамға барлық нәрсе қатысты ғой. Сен маған мынау керек емес деп ысырып қоя алмайсың ғой. Басыңа іс түскенде сен барлық есікті ашатын боласың. Сонда сол есіктердің бәрінен сенің хабарың болу керек. Сонда біз кейінгі жастарға не үлгі өнеге көрсетеміз, егер өзіміздің мінезімізді өзіміз басқара алмасақ. Абай атамыз айтқан ғой, барлық нәрсе сол мінезден басталады. Әр адам өзінің мінезін басқара білу керек. Мінезім осындай деп өз мінезін көрсете берген адам, ол деген ешнәрсеге қолы жетпейді дейді. Ол адам өзін өзгертпеген адам өзгені өзгерте алмайды дейді. Біз айналаға сонда не жақсылық үйретеміз, жастарға не үйретеміз, егер өзіміздің мінезімізді басқарып, өз күнәмізді өзіміз мойындамасақ. Сол кездері, сен аузыңды жап, осы туралы ғана тақырып айт, басқа тақырып айтпа деген адамдар қазір өзгеше сөйлеп жатыр. Демек олар қазір түсінді. Адам жүрегін кеңге салып отырмаса, тарыла береді. Өзгені мойындамасаң дейді, өзіңді мойындата алмайсың дейді. Міне, осы шындықты бәріміз де мойындасақ екен. Сондықтан сол бір чаттарда мені лақтырды. Мейлі, мен оған ешқандай қапалығым жоқ. Бір есік ашылса, бір есік жабылады дейді. Бір есік жабылса, бір есік ашылады дейді. Құдай нәсібеміз тауыспаса, бір жерден шығамыз. Сондықтан сол адамдардың алдында мен жүзім жарқын, беттеріне тікелей қарай алам. Сіздер ше? Сіздер менің бетіме тіке қарай аласыздар ма? Өздеріңізге сұрақ қойып жүріңіздер.